Саламатсыздар ма? Бүгін шаяндар туралы айтам, яғни раки. Қандай адамдар олар? Шаяндар негізі балықтарға өте ұқсас болады, бірақ балықтар өте гибкий, мягкий болса, бұлар немножко қаттылау и тікелеу мінездері бар. Өте адал болады, алдағанды жаман көреді и тіке сөйлегенді жақсы көреді. Бетке айтқанды, тіке сөйлегенді жақсы көреді. Жұмыста өте адал болады и ответственно жұмыстарын істейді, бір тірлікті до конца бітіргенді жақсы көреді. Ответственность, адалдық бұлардың бойында бар, постоянно справедливость іздейді бұлар. Сосын бұларда бір жүрегінде бір қорқыныш болады, боязнь дейді қандай, рисковать еткеннен қорқады да бұлар, рискованно тірліктер істегенді жақсы көрмейді бұлар. Өте сезімтал болады, ауыр сөздерді көтере алмайтын мінездері бар. Тез жүрегіне қабыл алып қалады, тез ренжіп қалады. Арманшыл адамдар деуге де болады, бұларды өте көп армандайды. Сосын спорт еткен жақсы көреді. Бұлармен спор басқанда жеңе алмайсыздар, короче. Махаббатқа адал болады, бірақ расставанияны ауыр көтереді. Өте ауыр тиеді бұларға, депрессияға түсіп қалуы мүмкін. Достықта адал болады, бірақ совет бергенді жақсы көрмейді бұлар. Жүрегінде қорқыныштар болғандықтан көп нәрсеге сомневаться етеді, уайымшыл келеді. Көп нәрсені, даже болмайтын нәрсені да уайымдай беретін мінездері бар. Өтірік күлімсіреген және маска тағып жүретін адамдар болады ғой, сондайлар жақтырмайды. Бұлар сондай адамдармен көбінесе бұлар спорт етіп қала береді.